әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Сәлем достар, эфирде жасақ бағдарламасы, студияда Ұлжан Мұхамбек. Бүгін біз Данияда өткен ақшқа қарсы көтерілістер, Гренландия ақш құрамына өтеме деген мәселені және Давостағы экономикалық форумды талқылайтын боламыз. Бүгін бізбен бірге тікелей эфирде Дания тұрғыны, ұлты қазақ экономист ағамыз Қажақпар Аюби мырза. Қажақпар мырза, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет, шақырып сұхбат алып, Данияда не болып жатқаны әлем бойынша қазіргі көп сөз сол Гренландия болып жатыр ғой. Соған шақырып елдің бір хабар болсын деген тақырып қозғағаныңызға сізге көп рахмет. Жақсы, сұрақтарымыз бастамас бұрын, құрметті көрермендер, Барыс медиа арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл қазақша контенттің дамуына өз септігін тигізетін болады. Сондай-ақ бүгінгі эфирдің астына өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, лайк басып отырсаңыздар. Қажақпар мырза, жақсы, бастасақ, онда сұрақтар легіне көшсек, осы соңғы уақыттардағы жаңалық ақш Гренландияны әскери жолмен болсын емдену ниетін баса айтып жүр. Гренландия Данияның автономиялық аумақ екенін ескерсек, Дания тұрғындары мен билігі бұл мәлімдемені қалай қабылдап жатыр? Енді бұл сұрақты негізіне жауап берместен бұрын біраз тарихқа көз жүгіртуіміз керек. Бұл әңгіме қай жерден қалай шықты деген себепте өзіңіз білесіңіздер, баяғыда бүгінгі Американың жаңағы құрлығын еуропалықтар басып алғаннан кейін әр мемлекет өзінің бір бөлігі болды. Одан кейін олар революция жасап, өз егемендігін алып, бүгінгі Америка құрама штаттары және басқа да мемлекеттер пайда болды. Сол қозғалыста енді біз Еуропадан кіндігімізді үземіз, өзіміз жеке боламыз деген мақсатменен бүгінгі ақш пайда болды, мысалға Канада болды. Енді бұл сөздің мәселесі сол жерден қозғалып тұр. Бұл географиялық жағынан қарасақ, бұл Гренландия Америка құрлығына жағына жатады. Соған енді бұны бір не ретінде қолданып жатыр Америка, ақш. Бұл енді бұл жер біздің немізге жатады, географиялық жақтан бұл алуымыз керек деп. Яғни ескі баяғы өздері Еуропадан егемендігін алғанын қайтадан жолға салып, бұл жерде салыстырмалы түрде айтқан кезде, мысалға Россия, мысалға Путин да айтып отыр ғой, бір кезде Кремль біздікі еді деген сияқты болса, бұлар да американдықтар да сол сияқты Гренландия біздікі болу керек деген, Еуропаның бір мемлекеті болмау керек деген ой пікір, оны алға тартып, оны өзіне егемендік қылып алғысы келеді тарихқа қарақта. Сол сияқты және тарихқа көз жүгіртсек, жаңағы Virgin Island деген Данияның 3 аралы бар еді. Бірінші дүние соғысынан соң Данияның экономикасы құлдырап, одан кейін жаңағы Панама каналынан біз контроль жасауымыз керек деп, Америка бір жағы дипломатия алады, екінші жағы қысым, үшінші жағы Дания экономикалық қатылғаннан кейін сол аралдарды саққа болатын еді. Яғни тарихта олар болған. Ал бүгінгі жаңағы Данияның жауабы 21 ғасырда ондай әңгімелер болмайды. Жер саудалау деген нәрсе, адамдарды саудалау деген нәрсе, тағдырына араласуға болмайды. Ол нәрсені ешбір әлгі әңгіме жоқ. Данияда сатам, болмаса берем деген әңгіме. Дания, жаңағы менің сұрағыма қайта оралсақ, Трамп сондай мәлімдеме жасағаннан кейін Дания тұрғындары мен билігі, жалпы Гренландия тұрғындары билігі қалай қабылдады бұл мәлімдемеден соң? Көтеріліске жақында өткен аптада ақшқа қарсы және де көтерілістер болып өтті. Сол немен аяқталды, сол туралы айта кетсеңіз.
Endi ko'tarilish degan o'ta bir ne so'z, o'ta ko'tarilish hech narsa bo'lib жатқан жоқ. Onday qarу alib qo'lga bo'lmasa митингілер протесттер деп айтсақ Amerikaның болады. жалауын жағып, болмаса Америкаға қарғы сатып, ондай көтеріліс болып тұрған жоқ. Көтерілістер бейбіт түрде жаңағыдай өзінің несін көрсетіп наразы екенін, бұл Американың алға тартқан мақсаты дұрыс емес екенін айтып отыр. Соған себебі және Гренландияның бұл жерде тарихына бүйтіп қысқаша айтып кетсек, бұл былай Гренландия талай жылдар менен 500 жыл болады ма, әйтеуір бұл Данияның жаңағы мемлекетінің бір бөлігі болып келеді, патшалық мемлекетте. Бірақ былайша билігі өзі дербес, яғни өзі шешім шығарады, өзінің парламенті бар, жаңағы өзінің жаңа билігі бар, парламенті бар, жаңа Гренландияның және ішкі мәселелерін өзі шешеді. Ал Дания менен бірігіп, сонда сыртқы саясатын, жаңағы әскери және азаматтық, Данияның азаматтығы бірге. Былайша қарағанда, ол бір дербес мемлекет. Оларда былай құқық бар. Егер егемендігін алам десе, олар алады. Егемендігіне алуға рұқсат бар. Бірақ бұл жерде экономикалық тұрғыдан Гренландия Данияға байланысты. Шамадан bir 600 milyon dolar жылына Дания Гренландияға беріп тұр. Жаңағы бюджетінің 50%-ын құрайды. Егер Данияның осы ақшасы болмаса жылдық беретін бюджетіне, ол мемлекетте, яғни өмір сапасы жаңағы төмендеп кетеді. Бүгінгі Гренландияның халқы Дания сияқты өмір сапасы 100% болмаса да, яғни ол жерде аура, география, басқа нәрселер де бар ғой. Бірақ ол жерде мысалы оқу тегін, гимназия тегін, университет тегін, жұмыссыздыққа ақша береді. Олар қай уақытта Данияға келіп оқимын десе, қоныс аударам десе, бәрі Дания оларға мүмкіншілік жасап тұрған. Сол үшін экономикалық тұрғыдан жаңағы Данияға байланысты болғаннан кейін, олар бүгін егемендігін ала алмайды, бірақ келешектегі шамадан бір 10-20 жыл ішінде егемендігімізді аламыз. Жаңағы біздің жер ресурстары бар. Оған жаңағы Қытайда сөз салып жүреді. 10 жыл бұрын аэропорт салып берем. Жаңағы жерде ресурстар болары ғой. Аз жаңағы шектеуі бар. Бүгінгі мобиль телефонге, қару-жараққа, жоғары технология, сателлитке қолданатын соларды шығарам деп еді. Дания оларға рұқсат берген жоқ. Шығармайсың, бұл жерге Қытайдың инвестициясын жаңағыдай салуға рұқсат берген жоқ. Неге десең, Қытайдың ықпалы жоғары болады деп. Ал енді былайша қарағанда, енді Гренландиялар бір жағы егемендікке дайындалып, егемендігімізді аламыз деп жатқан Гренландия бүгін Америка келіп оны сатып аламын, болмаса басып аламын деп бір әңгімелерінде тікелей айтпаса да, сол Трамптың әңгімелерінен шыққаннан кейін Гренландиялар бұлар өте үлкен қорқыныш пайда болды. Себебі өздері 57 мың халық, ертең Америка келсе, олардың бұл жерде тұқымы құрып кетеді. Дания оларды осы кезге шейін сақтап келді. Мысалға, бұл жерде Американың базасы бар, әскери базасы бар. Сол базасының қасында бір ауыл болғанда, бірнеше жылдан кейін 50% сондай шамадан балдар жаңа американдық солдаттардан дүниеге келген. Сол үшін жаңағы ол жерде Дания шектеу салып, қалаларды Американың базасынан ұзақтастырып, жаңағы баяғы халық жоғалып кетпесін деген мақсатпен сондай қорғап келді. Экономика жағынан да, жаңағы саясат жағынан да қорғап келді. Енді бүгін Гренландиялардың ойлайтыны, егер біз солай Америка бізді сатып алса, онда бізді құртып жібереді.
qurup ketemiz, egemendligimizni alam deb жүргенде biz qurup ketemiz deb qo'rqinish paydo bo'ldi. So'an өте жаңағыдай қарсылық көрсетіп жатыр, жаңағы ереуілге шығып жатыр. Біз керегі жоқ деп, оны Дания да қолдап жатыр. Былайынша қарасаңыз, жаңағы бүкіл Еуропа елдері де ол жерде сатуға болмайды. Бұл 11 ғасырда егер біз бұл принципті қолдан беретін болсақ, біз бүгін Украинаға не үшін көмектесіп жатырмыз? Егер бір мықты мемлекет келіп, мемлекетті басып алып сатып алатын болса, онда біздің еуропалықтардың түбегейлі біздің фундаментіміз, жаңағы демократия, адам құқығы, еркіндік деген нәрсе саудаға шығарсақ, бүгінгі біздің Украинада жасап жатқан соғыс, оның бәрі далаға кетеді. Біздің адами қасиетімізге, біздің демократия, Еуропа қасиетке жатпайды деп, оның бәрін еуропалық мемлекеттер жаңағы Трамптың сатып алам, әйтпесе қорқытып алам деген нәрсені не қылды ғой, болмайды деп жауап қайтарып отыр. Яғни ақш-тың Гренландияны иемденбек ниетінде тек қана экономикалық мүдде жатырмақ, Трамп өзі жаңағы бұл қауіпсіздік мәселесі деп жарияға жар салып жүр бүгінде. Бұл жерге келсек, және географиялық жағынан қарасақ, Гренландияның жан-жағын мұз басқан, бүгінде көп жағын мұз басып, бірақ өздеріңіз білесіздер, әлем бойынша күн ауа жылған сайын мұздар еріп жатыр, иә. Ол жерде мұз ерігеннен кейін үлкен, мысалға қазіргі Қытайдан шығатын тауар бүкіл мына Азия жақта айналып, жаңағы мына Мысырдың үстінен, болмаса Африканың жағынан келіп, Еуропаға келіп тауар, иә. Егер мына мұз еріп бәрі жол ашылатын болса, бұл жол бірнеше күнге қысқарады, және бұл тауардың Азия мен Еуропаның арасындағы тауар айналымы өте арзанға түседі, яғни бұл басты жол болады. Басты жол болғаннан кейін бөлігі әрине экономикалық мақсаттар бар. Бұл жерде қазіргі күні бұл мақсатты экономикалық Қытайда, әсіресе Қытай, енді Россия үлкен болып, не болғаннан кейін, олар азыр потенциалы жоқ, оны қолдануға. Әсіресе Қытай, Жапония сияқты өндіріс көп, Корея сияқты мына Еуропадағы тауарды екі жаққа өткізем деп, арзанға түсірем деп, сол жолға қазіргі күні экономикалық жаңағы көзқарас басқаша өзгеріп келе жатыр. Екінші жағынан, егер біз көбісінде дүниенің картасын былайынша қараймыз қой, егер төбеден барып, жаңағы солтүстіктен қарасақ, әрбір егер ертең Россия менен Қытай менен Американың ортасында бір соғыс болып, бір нәрсе бастала қойса, ракета ұшырса, Гренландияның үстінен өтеді, иә. Гренландияның үстінен өтеді. Екінші жағынан, егер сол жерді иемденіп алып, бүкіл жаңағы миссилдерді ұрып қағып түсіретін қондырғыларын, сателлиттерін қондырса да, саяси жақтан да бұл жер өте жаңағы тиімді. Екіншіден жаңағы жол дедік, үшіншіден Гренландия жаңағы rare earth material дейді, өте тапшыл жер ресурстары бар Гренландияда. Бүгінге шейін егер оны өндірмеген себебі болса, оның қаражаты көп. Айттым ғой, 10 жыл бұрын Қытай келіп өндірем деді. Бірақ ол жерде бірінші қаражаты көп, қымбатқа түседі. Оны Еуропа, әзірге шейін Еуропа мемлекеттері, американдар оны өндіруден бас тартып отыр компаниялар. Бұл материалдарды, бірақ ертең қар еріген сайын бұл материалдардың өндіруі арзанға түседі. Біріншіден жаңағы бүгін Трамптың бұл жерді бізге бер дегені, себебі бірінші әрине бер десе берсең алса, бүкіл жаңағы жолға да, экономикалық жаңағы жер ресурстарына да, сосын және саяси ертең қақтығыс бола қойса, бәрінің үстінен Америка қарайды, контролына қарайды. Әрине бұл Америкаға тиімді болып тұр. Ертең Даниядан рұқсат сұрап, ананы істеуге бола ма деп, мынаны істеуге бола ма деп Даниядан рұқсат сұрағанша өзі иемденгені дұрыс. Бірақ енді Трамптың саясатын білеміз қой, ол ақылға сай келмейтін нәрсені бастайды. Мысалға тариф деді 100%, 2% деп тастайды, бірақ соңында төмен түсіріп бір дәрежеге келеді. Ол да сол Трамптың саясаты, жерді сатып алам, болмаса қорқытып алам деп бастады, бірақ оның соңы жаңағыдай келе мүмкін бүгінгі күні саяси тұрғыда
Екінші дүние соғысынан кейін Гренландия менен Данияның ортасында хаттама бар, түсініктеме. Ол жерде Америка қолдануға болады. Қазір Американың базалары бар. Қазір негізінде олар адамдарды азайтып жатыр Американың базасынан. Соңғы мысалға 20-30 жылға қарасақ, бұрын Американың базасы көп, әскери көп еді ол жерде. Әсіресе суық жаңағы соғысы дейміз ғой. Орыс менен батыстың арасындағы бүгін азайған оны, бірақ олар оны көбейтіп және қолдануға толық құқығы бар әзірінше. Ондай шарттама бар. Бірақ олар одан да көптеу керек дейтін сияқты. Жаңағы мүмкін енді бара-бара жаңағы мүмкін жолдың үстіне айтатын шығар, бізге мынандай құқық бересің деп. Жаңа жер ресурстерін айтатын шығар, мысалға басқа мемлекеттерді жолатпайсың, бұны жалғыз американдықтар жаңағы жер ресурстарын шығаруға құқық алу керек деп. Мүмкін жаңағы және де жаңағы стратегиялық қару-жарақтарды әкеліп Гренландияға орнатып, одан кейін Даниядан қазіргі заң бойынша сұрау керек, көбейткенге кезде сұрау керек. Келешекте мүмкін айтатын шығар, мен сенен сұрамаймын, қалағанымды істеймін деп. Мүмкін сондай бір жетістіктерге жететін шығар, бірақ оны алам дегені қазір ол ойға, ақылға еш нәрсеге сай келмейді. Негізінде жаңағы айттым ғой, Virgin Island'ды екінші дүние соғысынан кейін Америкаға сатқан кезде, сол кездегі Американың өзінің хаты бар, қолдап жазып берген. Гренландия аралы Данияға, Даниянікі. Оған біз ешбір не қылмаймыз. Былайша алуға, болмаса иемденуге неге не қыламыз деп, сол кезде сол араларды Дания Америкаға сатқан кезде сондай қолдама алып та алған. Ал бірақ салам десе, әрине Путин де салып отыр ғой. Өзі мына 91-ші жылы егемендік алған мемлекеттерді өзі мысалға қару-жарақ, атом қару-жарағыңды бер, саған гарантия беремін деп отырған Путин бүгін Украинаға кіріп отыр. Ал соғысты ертеңге қаласа, ақш та Гренландияны алам десе ала алады. Бірақ ақш менен Россияның айырмашылығы бар. Бұл жерде жаңағы институттері бар ғой мемлекеттік. Россияда бір адамға табынады. Ал Трамп оны әскери күшменен аламын десе, Конгресстан өтеу керек, жаңағы оларды қабылдату керек. Ол жерде заң бар, жаңағы үш билік жұмыс істеп тұрған. Екінші жағынан Данияның ықпалы Америкада өте көп. Жаңағы осыдан 10 күн бұрын Американың конгрессіне дипломаттар бірнеше келіп, Данияға келіп, бұл Путиннің несін біз қолдамаймыз. Оның ішінде 2 дәне жаңағы кімнің жаңағы Трамптың өзінің партиясындағы конгресстегі дипломаттар да келді. Трамптың несін қолдамайтын. Халқы ғой совсем оны қолдамайды, жаңағы аралды басып алуға. Демек, Америка, әгер Трамп олардың бәрін ысырып тастап, басып алуға тырысса, яғни Трамптың өзінің құрып кетуі жақын арада құрып кетуі мүмкін, биліктен айып кетуі мүмкін. Екінші жағы жаңағы енді мидбайс сайлаудары болады ғой, жарты жолдық сайлау 1 жылдан кейін. Егер бұл және ары қарай не қылса, ондай әрекетке барса, демек ол жаңа конгресста да, жаңа неде де, 2 камерада да жаңағы бұл күштін жоғалтып алуы мүмкін. Сол үшін бұл Трамптың бұл сөздерінде үлкен қауіп бар. Ал бүгінгі күні Еуропа бірге тұрғаннан кейін, әскерін апарғаннан кейін ол жерге, яғни егер Америка ертең басып кіремін десе, ол жерде бір қақтығыссыз ала алмайды Гренландияны. Дания жағынан мысалға ақш егер Гренландияға қоқан лоққысын тоқтатпаса, жалпы Еуроодақтың қарсы тұруға қауқары жете ме? Мысалы, Трамп Давостағы форумда айтты, мысалы Данияның күші жетпейді деді, мысалы, жаңағы Гренландияға біреулер қауіп төндірсе. Бұл жерде Трамп яғни Данияның күші жетпейді. Ол дұрыс. Егер Еуропа мен Американы салыстырсаң, бүкіл Еуропаның да күші, әскери күші Америкаға жетпейді. Егер Америка келіп басып алам десе, мүмкін бір қақтығыс болады, бір 10-15 адам өледі, иә? Ол жерде одан артық әскер де жоқ, басқа да жоқ, ол жерде алады. Бірақ келесі сайлауда ол бәрібір оны өз разылығыменен бермесе,
ол қайтадан Данияның қолына қайтып келеді да. Сол үшін бұл жерде жаңағы ол қақтығысқа бармайды деп өзім ойлаймын. Ондай жаңағы Америка Путин мен Трампты салыстыруға болмайды. Екі мемлекеттің системасы екі түрлі ғой. Сосын жаңағы сұрағыңызды қайтадан қайталасаңыз, жаңағы бір сұрақ негізі. Еуроодақтың қауқары жете ме деген сұрақ болған ғой. Иә, Еуроодақтың қауқары экономикалық тұрғыда жетеді, экономик тұрғыда, әскери тұрғыда жетпейді. Жетсе де Еуроодақ әскери соғысқа бармайды. Егер Гренландия келіп басып алса, айттым ғой, жаңағы 10-15 кісі мүмкін атысып өледі, Гренландияны алады, бірақ ары қарай Еуроодақ соғысуға бармайды. Бірақ Еуроодақтың қолындағы ең үлкен қару экономикалық қару, иә. Бүгін мысалға бүкіл Еуроодақ және тарихқа біраз оралсақ, екінші дүниежүзілік соғысынан кейін бұл біздің бүгінгі білетін, танитын экономикалық, ашық экономикалық дәуір басталды. Бұл ашық экономикалық дәуірде жаңағы қай жерде арзан өндіре алса, экономиканың қозғалысы, сосын жаңағы оқу, білім алу қозғалысы, бұндай нәрселер ашық болды да. Екінші дүние соғысынан кейін адамдар кіші мемлекеттегі құқық таныды. Кіші мемлекеттерді басып алмау керек, анау қылмау керек, мынау қылмау керек, құқық табылды. Бұл ашық экономиканың арқасында, мысалға Қытай бүгін ең үлкен алпауыт мемлекеттердің бірі болып тұр. Жапония сондай, Корея оны қолдана алған, ғылымға өзін салып, Америкадан, Еуропадан үйреніп, олар үлкен алпауыт мемлекеттер болып алды, иә. Енді бұл дүние не тұрмайды ғой, бір жер қалпында тұрмайды. Өже енді Қытай сонша үлкейген, батысқа қауіп төндіре бастады. Сол енді бүгінгі мына Еуропа екі ортада қалды. Еуропа жаңағы ашық экономика, адам құқығы, кіші мемлекеттердің құқығы қорғалу керек деп тұрған кезде, мына жақта мысалға Россия, Қытай біраз қоқанлығы көрсеткен кезде, енді бұл жерде Америкада оларға қосылды. Жаңа қоқанлығы баяғы енді біздің соңғы көрген 50 жыл тыныштық, бұл бір негізінде өте бір тамаша бір нәрсе тыныштық болды. Бірақ дүниеде бұнда еш уақыт болмағанда, бұл бір табиғи заң, жаңағы табиғи заң, бірақ бұдан бұлай болмауы мүмкін. Америка сол қалпымен кете беруі мүмкін. Жаңағы кіші мемлекеттерді Америка басып алып, бір жағын Қытай басып алып, бір жағын Россия, бір жағын басқа кім мықты болса, баяғы дәуірге біз қайта айналуымыз мүмкін. Себебі жаңағыдай мына ашық экономиканы бүгін батыста критика жасайды, адамдар көбейіп кетті, айтты біз аштық деп, университеттерді аштық деп, келіп білімімізді алсын деп, жаңағы өндірістерді саттық деп білімімізді Қытайға апарып өндірдік, олар да үйренсін, олар да байысын. Бүкіл былайша ой былайша болды ғой, екінші дүниежүзілік соғыс. Егер мемлекеттер ашық сауда саттық жасаса, бүкіл әлем байиды, бүкіл әлем байығаннан кейін соғыс болмайды деген ой болды. Ал бұл бүгінгі нәтижеміздің жемісі дұрыс болмай шықты. Содан кейін мына Американы бүгін халқы көбісі Трампқа дауыс беріп, Трампты президент қылып отқан себебі сол. Себебі біздің ашық экономика, жаңағы адам құқығы деген нәрсе, бұл қате істеген жұмысымыз деп. Мына Еуропаның ішінде де мына оңшыл, солшыл дегендер болады ғой. Оңшылдар мысалға көбісі бұл дұрыс болмады біздікі. Біз Қытайға да бар өндірісімізді апардық, адам құқығы деп, мынаны да жасадық, мынаны да жасадық. Бір жағынан бұл дұрыс емес. Негізінде біз бірігуіміз керек. Жаңағыдай Трамп мына жақтан қысып жатқаннан кейін, Россия мына жақтан, Қытай ар жағынан қысқаннан кейін, Еуропаның ішінде де осындай қозғалыс бар. Мысалға жаңағыдай оң жақтағылар өз мемлекетімізді, өз ұлтымызды, өз тілімізді қорғау керек деген қозғалыс бар. Яғни әлем қазір бұрынғы мына сол жақтағылар әлем теңдесін, демократия болсын, адам құқығы болсын деген нәрселер жай-жайдан құндылықтар құрып, жайына жаңағыдай кім мықты болса басып алу керек деген құндылықтар орналасып жатыр. Бұл негізінде табиғаттың заңын қарасақ, бұл табиғаттың заңына қарсы емес. Кім мықты болса, кім табиғатқа өзгеріске бейім болатын болса, сол бұл өмірде, мысалы тал десек, тас десек, тау десек, адам болсын, жануар болсын, солар тірі қалады, иә? Бұл табиғаттың заңы.
bir жақта біз соңғы 50 жылда мына рахаттық көргеннен кейін бүгін бізге бір шок болып отыр да. Мен өзім мысалға экономикалық тұрғыдан жаңағы аналист жасап, жаңағы қорытынды жасаған ойым осы. Негізінде адамдар еш уақыт мынандай тыныш осындай ұзақ мерзімде ондай тыныш өмір сүру менің ойымша болмаған, бірақ ол болмайды да келешекте. Сол үшін мына Қазақстан сияқты мемлекеттер әрқашан дайын болу керек өздері. Ертең қандай өзгерістер болады, соны және тарихтың несіне құртылып кетпеу үшін кіші мемлекеттер сене бермеу керек үлкен мемлекеттерге. Ойбай, олар бізді қорғайды, анау болады, мынау болады деп. Бұл өмірдің заңы, табиғаттың заңы. Кім мықты болса келешекте сол жейді. Мысалға бүгін Еуропа бәрі мықты бірігіп Америкаға қарсы отырды ма? Трамп өзгере шықты, көрдіңіз ба? Өзгере шықты. Егер оңай жем тамақ болсаң, сені жұтып қояды. Осы өзгере шыққанына қатысты тоқталып өтейікші. Өзгерді. 21 қаңтар Швейцарияның Давос қаласында бүкіл әлемдік экономикалық форум өтті. Сол форумның басты мәселелерінің бірі Гренландия мәселесі болды. Форумға дейін Трамп Гренландияны әскери жолмен болсын басып аламын деп қоқан-лоққы көрсетті. Оны жақтаған елдерге салық саламын деп қорқытты, Еуропа елдеріне, он шақты Еуропа елдеріне. Енді форумда сөз сөйлеген Трамп өзінің ойынан бас тартып қалды. Гренландияға енді әскери жолмен кірмейтін мәлімдеді. Және де тарифтен де Еуропаға тариф салудан да бас тартты. Және де бұл белгілі бір келісімге байланысты деді. Ол қандай келісім екен әзірге белгісіз. Сіздің ойыңызша Еуроодақ пен Трамп қандай келісімге келді? Ол жаңа ДВО жиналысынан бұрын біздің сыртқы министр жаңа Гренландияның жаңағы несі премьер-министрі барып, ақш-қа барып, Американың жаңа қорғаныс және сыртқы министрлігімен кездескеннен кейін жаңағы бұлар ешбір ондай қауіп басып алатын ондай қауіп біз көріп тұрған жоқпыз деп біраз қорқыныш болмаған сияқты қылып көрсетті. Біздер бұдан ары қарай келісім сөздері жүргіземіз деп. Бұл келісім сөздерді ешбір Гренландияны сатамыз, болмаса Америкаға береміз, болмаса жаулап аламыз деген әңгіме болмаған. Содан кейін халық тынышталды. Енді бізде дипломатиялық жолменен Трамп не керек, олар не керек екенін соны анықтау үшін егер қолымыздан келетін болсақ береміз, бірақ Гренландияны саудаласу, адам саудаласу, жер саудаласу 21 ғасырда ондай нәрсе бізде болмайды. Ол сөз жоқ деп сөйтіп бұл жиналыстан шықты. Одан кейін аяқ астынан бұл жиналыстан кейін Трамп мен бұл жиналысқа енді Гренландияны қалай алатын процесін сөйлесеміз, сол адамдарды дайындаймыз деп 180% басқа бір жаңағы не жіберді, сигнал жіберді. Одан кейін бүкіл Еуроодақ жаңағы Данияның мықты дипломасиясы арқылы бүкіл Еуроодақ Данияның ең алпауыт Германия, Дания, Англия барлығы бұлар Данияның арқасы артында тұрды. Ондай басып алу деген, ол жер беру деген әңгіме жоқ. Егер бұл процесті отырамын десең, әрине отырып сөйлесек, дипломатиялық жолда қалайтын нәрселерді айтшы, ешбір болса біз тауып береміз деп бүкіл Еуроодақ та жаңағы Данияның артында тұрды. Жаңағы айтып кеткен сияқты Американың сенаттарынан да жаңағы сенаторлар келіп, Данияға келіп қолдады. Одан кейін Американың халқы да мысалға сұраған кезде көбісі бұл дұрыс емес Трамптың деп оны қолдамай шықты. Ал содан кейін жаңағы Трамптың несі қайтадан әңгімесі қайтты, бірақ енді біздің білуімізше жаңағы қайтадан жаңағы процесс әңгіме. Саған не керек? Саған көптеу жаңағы әскери база керек па? Саған келешекте мына жердің экономикалық жағынан ресурстерін соны американдық компаниялар қолдарына беріп өндірісін рұқсатын соларға берейік па? Ертең мына мұз ере қойса, сенің де бір өсерде ролың көптеу болып, сол ролды саған берейін ба деп, осы үш нәрсенің жаңа экономикалық және әскери олар Америка көбірек жаңағы
ruhsat beretindей нәрселер талқыланады. Солар егер ондай енді екі келісім ғой, қай жерге екенін білмеймін. Мысалы осы келісімге келеді, бірақ басып алу, сатып алу деген әңгіме ол 100% Дания менен Еуроодақтан, одан кейін бәрі қайтарылды. Себебі айттым ғой, жаңағы бүкіл Трамптың жаңағы мага деген қозғалысының артында үлкен IT алпауыттар тұр. Бүгін Facebook'тың табысы Еуропадан, Американың өзінен көптеу. Мына Google дейміз ба, YouTube дейміз ба, бүкіл экономикалық табысы олар Еуропадан, Американың Еуропадан көптеу. Егер бұлардың бәріне жауап тастаса Еуропа, болмаса бастарына тариф салса, Трамптың жан жағындағы адамдар жаңағы көп ақшасын жоғалтып алады. Оны Еуропада экономикалық базука дейді. Егер Трамп ары қарай ол сөзге келмесе, егер жаңағыдай тариф салатын болса, онда біз мына экономикалық базукамызды тура Трамптың артында тұрған адамдардың экономикасына жаңағыдай не саламыз, несін налогын саламыз, басқа шектеулерді жасаймыз деп солменен қорқытты. Сол қорыққаннан кейін, менің ойымша, Трамп сөзінен айнып қайтадан кетті. Бірақ бұл адам не айтып, не қоятыны еш уақыт белгісіз. Жаңағы сіз айтып жатқан сөз, ол не мағынамен айтты, я бірге келіседі, сөйлеседі, біздердің түсінігіміз бойынша қайтадан дипломатиялық жолды алады. Бұл жерде сатып алу, болмаса Гренландияны емдеу деген әңгіме сөз жоқ. Бұл жерде Дания, Гренландия екеуі де 100% не қылып отыр, келіспей отыр. Егер басқа мақсат болса сөйлесейік. Егер сатып алатын ойың болса, онда сөйлесу қажет жоқ деп, оны бір шетке ысырып отыр. Трамп бірақ бұған дейін, қателеспесем, 2019 жылы Гренландияны сатып алу ниетін білдіріп қалды. Яғни Алясканың мысалын ескеретін болсақ, бұл мүмкін ғой, жалпы Гренландияны егер де сататын болса, оны сатушы кім болмақ? Жаңағы Дания ма, әлде Гренландияның автономды үкіметі ме? Және де қаншаға бағалануы мүмкін? Мысалы, Аляска $7,2 миллион Ресейден ақш-қа сатылған екен. Енді бұл жерде біріншіден сату деген сұрақ жоқ бұл жерде. Сату деген жоқ. Тартып алам десе тартып алады, бірақ тартып алғанымен ұзақ уақытта ол қайтадан Данияға келеді. Екіншіден, бұл жерде жаңа айттым ғой, Дания менен Гренландияның арасында бір процесс болып жатыр. Келешекте Гренландия өз аяғының үзінде өзі тұратындай экономикасы болса, ол кезде егемендігін алып шығып кетуге болады. Ал оған шейін бұны жаңағы мысалы айтайық сатылады, сатайық айтайық мысалға, екеуі бірігіп шешеді бұны. Гренландия жоқ десе жоқ болады, егер Дания, Гренландия жарайды, Дания жоқ десе де жоқ болады. Екеуі де иә деген кезде сату жағдайы егер бола қойса, ол мүмкін емес деп ойлаймын. Екеуі де иә деп айту керек. Егер бірақ 10 жыл, 20 жылдан соң егер Гренландтар өз аяғының үстінде тұрып, жаңағы егемендігін алуға құқығы бар ғой, оны Дания оны беріп қойған. Россия сияқты қорқытып, анау басып алам деген нәрсе жоқ. Дания айтады, өз аяғыңның үстінде өзің тұр дейді, егемендігі ал дейді да. Бұл жерде ол егер егемендігін алса, мысалы 10 жылдан кейін, онда Гренландтардың өздері 100% шешім шығарады, Даниясыз. Ал бұл жерде бір есеп бар. Пәленбай 100 жылдан менен бері, мысалға жаңа айттым ғой, жылына Гренландияның 50% бюджетін Дания беріп отыр. Бұл есептер бар, есептері жасалу керек. Данияда мысалға ертең ақшасын алып кете салуда болмайды ғой. Есептерді жасап, одан кейін экономикалық ажырасып, бір-бірімен кетуге құқығы бар. Жаңағы Гренландия, Данияда. Ал бұл жерде менің ойымша, бұл Трамптың, мен өз ойым, Трамптың бұндай әрекет көрсетуі бәрі бір саяси ойын деп ойлаймын. Себебі Трамп осы мәселенің басына өте қатал қарап, егер Данияның қолында Гренландия бола берсе, Еуропаның менен біріксе, онда жаңағыдай Россия келіп оны ала алмайды, екіншіден Қытай келіп оны экономика жағынан да басып ала алмайды.
Ол жағынан меніңше ондай Америка Трамптың қорқынышы жоқ, жалғыз саяси экономика жағынан қарағанда. Ал ертең Гренландия 10 жылдан кейін егемендігін алған кезде сол кезде қорқыныш, 57 мың бар халқы өз егемендігін алған, ертең бар Россияда оны басып алса, Қытай келіп ол жерге инвестиция салам деді де, мысалға 10 жыл бұрын аэропорттерін Қытай салып берем деді. Оған Гренландияның жаңағы несі, айттым ғой, өзінің мемлекет сияқты, өзінің парламенті бар, ішкі мәселесін өзі шешеді, Қытаймен келісті аэропортты салып беретін болды, бірақ Дания араласты. Дания айтты, бұл мәселе де сенің жалғыз ішкі мәселең емес деді. Бұл сыртқы мәселе, сыртқы саясатқа байланысты деді. Қытайдың аяғы тиген жерде де, ол жерде жеке компаниялар емес, Қытайдың мемлекеті келеді. Бұл сыртқы мәселе, сыртқы қауіпсіздігімізге байланысты деді. Бұны сен сала алмайсың деді Қытайдың компаниясына, салғыза алмайсың деп, Гренландияларды салғызбай қойды да. Егер ертең олар егемендігін алса, онда Дания ешбір құқығы жоқ, олардың ішкі саясатына, сыртқы саясатына араласу. Ал ол кезде Қытай қалағанша ол жерге келеді. Ал сол кезде Американың, менің ойымша, қорқынышы, ең үлкен қорқынышы сол жерде. Гренландия егемендігін алғаннан соң барып Россия басып алама, Қытай келіп басып алама экономикалық жағынан, ол кезде Американың төбесіне келіп отырады олар. Бүгін жаңа Трамп Америка келіп Қытай мен Россияның төбесіне отырғысы келіп отырды. Менің ойымша бұл әңгіме сөз осы Гренландиялардың өзінің жаңа егемендік аламыз деген мәселесінен бұл өздерінің басына, сау басына өздерін пәле тілеп отқан себебі да осы. Ал бір жағынан ойласаң, соншама үлкен арал стратегиялық жерде орналасқан, экономикалық да потенциалы келешекте үлкен. 57 мың халқыменен мен егемендік ел болам дегенде, ол біртүрлі өз жаңағы Трамп сияқты пәлелерді Россия бола Қытай өз басына өз сатып алады. Ертең ол халық бүгінгі шейін Дания оларды қорғап келді, мысалға. Өз тілін болсын, мысалға қарасаңыз, Данияның парламентында 2 депутат бар. Гренландиядан құқығы бар отыратын. Олар қаласа Гренландия тілінде, қаласа Дания тілінде сөйлейді. Данияның парламентіне отырып, өз елдерінің парламентінің жиналысын, барлық жиналысын өз тілінде өткізеді. Олардың бәрі Данияның арқасында, әрине бір кезде Дания оларды барып, алдап, сулап, қорқытып жердерін алды колония кезінде. Колониядан кейін да бірталай Гренландиялардың бастарына зұлымдықтары болды Дания, бірақ соңғы демократиялық жылдарында оларда Дания Гренландияларды қорғауға тырысты. Өз тілін, өз мәдениетіңді қорғаңдар деп оларға жаңағыдай несін беріп отырды, көмегін 50%. Ол түге біздер мысалы қазақ болайық, араб болайық, Данияға келген кезде ана тілімізді оқысақ кезінде бізге мұғалімге үшін ақшасын берді. Бүгін кесіп тастады, бірақ мектепте бізге береді тегін. Мысалға, егер ішімізден бір мұғалім шығып қазақ тілін оқиды десе, мектепте тегін береді. Мектептегі ішіндегі ресурс, суы болсын, басқа болсын, құралдары болсын, бәрін бізге тегін береді. Дания ондай бір Россия сияқты империалистік екінші халықты құртып жіберейін деген ниеті бар мемлекет емес. Олар Дания, сол сияқты бізді қалай Данияда өз тіліңді, ана тіліңменен бірінші үйрен деп әзірге бізге насихаттайды, Сол сияқты Гренландиялардың қорғап келді, егемендігін алам деді, алыңдар деді, бірақ аяқ үстіне экономикалық өздерің тұрыңдар, біздер ақша бермейміз дейді. Бірақ Гренландия айтады, біз егемендігімізді бер, бірақ ақшаңды да пәленбай жылға шейін беріп тұра бер дейді. Дания айтады, ондай болмайды дейді. Бізмен бірге боласың дейді, ақшаңды береміз, егер ең ішінде алам десең, сол күннен бастап өз қаражатыңды өзің бересің, бірақ біздің ортада есеп кітабымыз бар, сенің 50% бюджетіңді біз төлеп тұрдық, онда есептеуіміз керек деп Дания айтады. Бірақ олардың 100% құқығы бар, егемендігін ертең алам десе, ертең алып кете беруге болады. Ал бүгін олар жаңағы Америкадан көп қорқып отыр. Білет, Америкада келсе, Трамптың жан-жағындағы бай адамдар бұл жерді сатып алса, өйердің табиғатын да бүлдіреді, бәр нәрсесін бүлдіреді, халқы да жоғалып кетеді. Мысалға жаңағы табылмайтын ресурстар бар, өте сирек кездесетін металдар. Бұлардың өндіруі өте қиын, өте қымбат, және өте экологияға зияны бар. Бүгін Қытай
80% әлемдегі экспорт Қытайдың қолында. Себебі Қытай Африкаға барған, Қазақстан сияқты жерлерге барған, оларды өндіреді, оның табиғатына қарамайды, оның басқасына қарамайды. Оны өндіріп, дүниедегі 80% сол Қытайдың қолында отыр. Мысалға бізде Финляндияда енді Қытайдан біз бұл жаңағы сирек жердің материалдан не болмайды деп Финляндиядан бір жер тауып, сол жерден өндіре басқан кезде ол жаңағы суын төгіп бір неге жаңағы көлдің балықтары бәрі қырылып қалды. Сол үшін халық бәрі протест жасап, оны тоқтатып қойды. Бірақ Қытай барған жерінде ондай нәрселер жоқ. Балық өлсе де, не өлсе де, оның бәрін білдірмей, не қылмай, билігі болса, билігінің аузына ақшаменен, халық болса қорқытып, жауып тастап, олар өндіріп, әлем жүзіндегі 80% жаңағы материал минералдарды өз қолдарына базарды алып отыр. Сол сияқты олар Гренландияға кіргісі келді, бірақ сонда да Данияда жаңа 10-15 жыл бұрын Дания жоқ, болмайды деді, сендердің мынандай жұмыс істеп, экологияларды бүлдіресің, біздер шарттарымыз бар деді. Оның шарттарын айтып еді, Қытай өз қашып кетті. Неге десең, ол жерден пайда таба алмайды. Оның Данияның шарттарын орындап, оны жерді қазып, табиғатты бүлдіру аясында ондай минералдар, мысалы бұл жерде заң жүреді, жемқорлық жоқ, мысалы мемлекеттерге аузына бір-екі кісіні, бір-екі миллион аузын жауып, жерін қопарып алып кететін мүмкіншілігі жоқ Қытай. Онда инвестиция Қытайдың өзі Гренландиядан пайда таба алмайды жасатады. Сол жағдай қазіргі. Гренландия өзінің тәуелсіздігін алып жеке дара мемлекет бола ма, әлде ақшқа жұтылып кете ме болашақта? Менің ойымша, енді мына ақштың мына салған сөзінен кейін Гренландтер, менің ойымша, екінші рет және бір ойланады. Шыныменен біз 57 мың халық болып, осы аралда егемен халық болып сақтай аламыз ба, осыны мемлекет боламыз ба, әлде жұтылып кетеміз ба деп, бүгінгі күні менің ойымша Гренландиялардың сана сезіміне жетті. Егер ертең біз Даниядан былай қылуға болады, Гренландияға. Данияға айтады, мысалы, мен егемендігін аламын, Дания сенен, иә? Біз ұнаған жоқ, сені қаламаймыз, біз Американың қолының астына кетеміз деп, ертең егемендігін алып, ар күні Американың қолының астына кетеді. Бірақ Гренландия оны біліп отыр. Егер оны істесе, ертең жерден де айырылады, халқы да 57 мың халық ол жерге Америка әкеліп, бір 100 мың, 50 мың адамды әкеліп, жұмысшыны әкеліп, айдап келіп жіберсе, ол 57 мың халық құрып кетеді. Олар бәрін айдын анық біліп отыр, Американың қолына кетсе, олар жұтылып кететін. Сол қазір олар қайтадан Данияға жармасып, Данияменен біргеміз деп, Дания менен Гренландия 100% бір-бірін не қылып отыр, қолдап отыр. Жақсы, енді аға, сіздің енді экономика сарапшысы ретінде пікіріңізді мына мәселеге қатысты білгім келіп отыр. Давостағы форумда көтерілген экономикаға қатысты басынан бір мәселеге тоқталып өтсек, Трамп форумда Еуропаның экономикалық жағынан дұрыс емес бағытта келе жатқанын айтып, бұл жақсылыққа апармайтынын сынап тастады, иә? Жалпы бұл сын орынды ма? ақш Еуропаның экономикалық жағына араласа ала ма? Иә, бұл сұрақтың түбі неде жатыр? Түбі жаңағы алдында сізге айтып кеттім, ашық экономика мен жабық экономикада жатыр. Еуропа батыс экономикасын ашып қойды, ол арада Қытай алпауыт мемлекет болып шықты, қайтадан жаңағы батысқа қарата шаба бастады, экономикасы күшіп алғаннан кейін шаба бастады. Ал не үшін Трамп ол жерде сендердің ұстап жатқан жолдарын қате, дұрыс емес деп сөйлеп отқан жол да осы. Трамп айтады, өздеріңді сақтаңдар. Енді мына ашық экономика бұл нәтиже бермейді. Бұл сендер өте мықты жау тауып аласыңдар. Бұл жаудар ертең аузындағы тамағыңды қайтадан тартып алады, өздерің быт-шыттарың шығасыңдар. Біз сияқты болыңдар, өздеріңді қорғаңдар деп, сол үшін жабыңдар. Мысалы, Қытайдан импортты жабыңдар, салық салыңдар Қытайдың үстіне. Қытай былай үлкеймесін, жаңағы ашық экономикадан жабық экономикасына қарата кіргісі келеді. Сол бақытта Трамп сендердің жолдарын қате жолда кетіп барасыңдар, сендер құрисыңдар деп қорқытып отырған себеп сөзі да осы. Ал бүгін Қытай, Еуропа ол
Amerika сияқты қайтадан жаңағы Американы да жаңағы салық салып жатқан экспорт импортқа анау мынау себебі ол жаңағы протекционизм дейді, өзін сақтап қалу. Жаңағы ана мемлекетке 10%, мына мемлекетке 50% салып жатыр ғой, өзінің ішіндегі индустрияцияны көбейту, үлкейту, жұмысын көбейту. Америка сол жаққа көшіп бара жатыр. Ол айтады, сендер де осы жаққа көшіңдер дейді, жаңағыдай Қытайдың тауарын алмаңдар дейді. Бірақ Еуропа айтады, баяғы ескі осы соңғы 50 жыл, сол екінші дүниедегі соңғы принциплдерде біз осы принциптің үстіне құрылғанбыз дейді. Ашық экономика, жаңағыдай демократия, адам құқығы, біз бұдан неғылап жылжалмаймыз дейді. Енді бұл принципті бұрын Америка, Еуропа ұстайтын еді. Енді Америка Трамптың билігінің қоластында бұл ашық экономикадан шығып, жағы бір экономикаға кетіп бара жатыр. Бірақ Еуропа әзірге шейін ашық экономиканы ұстаймыз деп бара жатыр. Жаңағы бір жерге бір сұрағыңа жауап бермедім, соған бір жауап берейін. Баяғы бізде 3 аралды сатты деп едім ғой. Америкаға 1917 жылы 350 миллион долларға сатқан екен. 350 миллион долларға. Ал мына жерде баяғыда жаңағы өзің бір жазба жазыпсың, жаңағы нені Алясканы сатқан кезде олар жаңағы нешеге сатты дедің? 7,2 миллион долларға. 2,2 миллион. Сонда сол кезде 1917 жылы 3 кіші аралдар олар. Картада былай точка сияқты болып тұр. Сол бағасын былайша шамадан білсек, 350 миллион долларға Америкаға сол кезде сатқан, жаңағы 2024-тің бағалау бағасы менен. Ал анеде егер анандай үлкен Алясканы Россия 7,5 мың долларға сатқан болса, онда Данияменен салыстырсақ 7,5 миллион долларға, Дания 3 кіші аралын 350 миллион долларға сатса, онда Россия бұл жерде оңбай жеңілген саудадан. Ал Гренландияны енді оны егер бағаласа, мына бағамен бағаласа, оны Трамптың ақшасы жетпей шығар деймін, үлкендегі көліменен қарап. Жақсы. Тағы бір соңғы сұрағым аға, осы форумда, Давостағы Трамп өзінің бейбітшілік кеңесін құру туралы мәселені қозғап өтті. Бірақ кеңестің тұрақты мүшесі болуды қалайтындар 1 миллиард доллар жарна төлеуі тиіс екен. Жалпы енді бұл қаржы қайда жұмсалмақ, және де бұл бейбітшілік кеңесі Трамптың Біріккен ұлттар ұйымына балама бола ала ма? Енді бұл негізі Трамптың жасап жатқаны емес, баламалық емес, бұл қарсылық. Біріккен ұлттар ұйымын бұл қолынан келсе бәрін ыдыратып жібереді да, жаңағы өзінің бейбітшілік деген несін құрып жатыр. Соны жасағысы келеді, ол жерде жалғыз бір адамның сөз жүреді. Ол да ақш президентінің сөз жүреді, және вето дейді ғой. Қазір неше мемлекет бар, 5-6 мемлекет бар ма, біреуі жоқ десе жоқ болады. Ол жерде жалғыз ақштың сөзі жүреді, ақш бол десе болады, жоқ десе жоқ болады. Ол өзінің және Трамптың бір қай шу шығаратын мәселелерінің бірі осы болып тұр бүгінгі күндемде. Бірақ оны Франция, басқа мемлекеттер, бүкіл Еуропа мемлекеттер бәрі оны жоқ болмайды деп, оған ерген жоқ. Трамптың бұл істеп жүргені дұрыс емес. Бүгінгі біз орнатып тұрған жаңағы дүниежүзілік бірлестік жетеді, оны жақсарту керек деп не қылады. Бүкіл дамыған Еуропа мемлекеттерінің көбісі оны жоқ болмайды деп кіріспеді. Әрине ол жаңағыдай ермелі жел қар жақтан соқса сол жаққа еріп кететін кіші құрым, жаңағы өзінің қорқатын, өзінің бір сыртқы саяси ой пікірі жоқ, айдаса алдына жүре беретін мемлекеттер, Қазақстан сияқты, білем, Саудия Арабия сияқты ма, олардың бір талайы сол сияқты мемлекеттер
бұған қосыламын деп айтады. Енді бірақ ол жарына бер дейді ол Трамп. Трамп бір бизнесмен, transactional бизнесмен, грінден сатып аламын деген ой пікірді сол жерден оның Трамптың артында да ең Американың мага деген байлар тұр. Американың президенті демократиялық ел айтамыз, бірақ негізінде осы байлар президенті халықтың санасын түрлі информациялар менен Facebook бола ма, YouTube бола ма, басқа бола ма улап санасын өз қалаған президенттің Америкаға қояды. Осыны да байлар қойған. Енді ол Трамп бизнесмен, ол ақша қайда кетеді, есебін кім алады, кім қояды. Ол жерде Еуропа сияқты дамыған мемлекеттер болмаса, мынау қайда кетті, анау қайда кетті деп сұрақ сұрамаса, Қазақстан сияқты мемлекеттер иә деп қапаттап қолын көтеріп мемлекеттер болса, ол жерде әрине Трамп жан-жағындағы адамдар бұны жеп кетуі әбден мүмкін. Жақсы, Қажақбар мырза, бізге алтын уақытыңызды бөлгеніңізге алғыс айтамыз. Рахмет, сіздерге де сау саламат болыңыздар. Мен де көп уақытым болмай жүреді. Осы мәселелерді жазып, бір түсіндіріп, YouTube-ге өзім шығам ба деп жүредім. Сізді шақырып, осы сұхбат алғаннан кейін осы арқылы елге тарайды деген, ел дүниесінде не болып жатыр, не қойып жатыр деген біраз көз жетіп, біраз пайдаланса жақсы болар еді. Сіздерге де көп рахмет. Жақсы, рахмет. Достар, естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған Дания тұрғыны, ұлты қазақ экономист ағамыз Қажақбар Аюби мырза болды. Ең мықты спикерлерді, ең соңғы жаңалықтарды жіберіп алмас үшін Барс медиа арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Амандықта кездескенше. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс.